Сәлем, достар. Сендер білесіңдер ме жер бетінде 7000 тіл бар екенін? Қызық па? Жер бетінде 8 миллиард халық бар, бірақ біз бір-бірімізді қалай түсінеміз? Бүгін біз сіздермен тілдер әлеміне саяхат жасап, миыңызды жарылыс жасайтын ең қызықты фактілерді талқылаймыз. Тіл жай ғана дыбыс емес, бұл құпия код. Дайын болсаңыз, кеттік. Бірінші факт. Әлемде қай елде тілдер көп деп ойлайсың? Қытай, Бразилияда жоқ. Бұл елді бірінші рет естіп тұрған шығарсын. Ол ел Папуа, Жаңа Гвинея деген шағын аралды. Мемлекетті алайық. Онда небары 10 миллиондай халық тұрады, бірақ олар 840-тан астам әртүрлі тілде сөйлейді. Көрші отырған екі ауыл бір-бірін мүлдем түсінбеуі мүмкін. Ал Еуропада, керісінше, мемлекет көп болғанымен, тілдердің саны әлдеқайда аз. Әлемдегі ең үлкен тілдер қайсы? Егер ана тілі ретінде есептесек, миллиардтан астам көрсеткішпен Қытай тілі көш бастап тұр. Екінші орында испан тілі. Ал біз білетін халықаралық ағылшын тілі ана тілі ретінде үшінші орында ғана. Бірақ тоқтай тұрыңыз, ағылшын тілі үшінші орында ғана ма, бірақ ол қазір әлемдік тіл ретінде танымал болып тұр. Бүгінде интернеттің, ғылым мен бизнестің 80% ағылшын тілінде жасалады, және көптеген спорттық жарыстар мен олимпиада қолданып жатыр. Яғни, бұл жаһандық көпір. Үшінші факт. Сіз ерекше сөйлеу түрін білесің бе? Канар аралдарында тұратын адамдар ерекше сөйлеу тілі бар. Оларда сильбо гамеро деген ысқырық тілі бар. Таулы аймақта айқайлағаннан көрі, ысқыру әлдеқайда алысқа жетеді. Олар ысқырық арқылы кәдімгідей жаңалық алмасады. Ал егер бір әрпен сөйлеген қызық болса, швед тіліне назар аударыңыз. Оларда жағыз ғана о әрпі өзен деген тұтас бір сөзді білдіреді. Керемет емес пе? Көп сөйлеудің де қажеті жоқ. Төртінші факт. Біздің өз ана тіліміз, қазақ тілі, әлемдегі ең көркем, синонимге ең бай тілдердің бірі. Мысалы, басқа тілдерде верблюд немесе жуа деп бір ғана сөзбен айтса, бізде түйенің жасына, жынысына қарай бота, тайлақ, бұзбаша, інген, бура деп ондаған атау берген. Бесінші факт. Қазір әлемнің 100 тілінде әлем халығының 80% сөйлейді. Ең жақсы жаңалық, өзіміздің қазақ тілі сол 100 тілге кіреді. Алтыншы факт. Әлемде ең көп мемлекеттік тіл ретінде ағылшын тілі, ол 59 елде мемлекеттік тіл ретінде қолданып жатыр. Ал француз тілі 29 елде, араб тіл 22 елде, испан тілі 21 елде мемлекеттік тіл. Бірақ, достар, қазір үлкен қауіп бар. Әлемдегі тілдердің жартысына жуығының жазуы жоқ. Және өкінішке орай, әр 2 апта сайын жер бетінен бір тіл мүлдем жойылып кетіп жатыр. Тіл өлсе, тұтас бір мәдениет өледі. Міне, достар, тілдер әлемі осындай жұмбақ әрі қызықты. Тілді сақтаудың жалғыз жолы сол тілде сөйлеу және оны дамыту. Сондықтан өз ана тілімізді құрметтеп, өзге тілдерді үйренуден қалыс қалмайық. Ал сіз өз өміріңізде ең қиын немесе ең қызық естілген қандай тілді кездестірдіңіз, қандай тілді үйрену керек деп ойлайсыңдар? Комментарийге жазып кетіңіз. Видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.